أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي بالرشد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат. Біз сіздермен Құран ғибраттары сабағын жалғастырамыз. Өткен сабақта естеріңізде болса, Кахф сүресінің түсу себебіне келіп тоқтаған едік. Меккедегі мүшриктер Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хабарын білу үшін өздерінің ішінен екі адам таңдап, Мадинадағы яһудилердің ғалымдарынан барып біліп келіңдер дейді ғой. Бізден осындай біреу шықты, пайғамбармын деп жүр. Соған не айтсақ болады? Одан не сұрасақ болады? деп. Олай істеулерінің себебі енді олар яһудилер бұрын оларға пайғамбар келген, кітап түскен, бұлар жақсы біледі. Оның үстіне Құранда да Бақара сүресінде Алла Тағала баяндайды ғой. Яһудилер мен арабтардың арасында бір қақтығыс болып қалған уақытта, сол заманда олар екі сөздің бірінде не деп айтады? Көресіңдер, әлі біздің арамыздан ертең бір пайғамбар шығады. Енді кітаптардың бәрінде тұр ғой, Тауратта да тұр, Инжилде де тұр. Күтіп жүр ғой барлығы. Біз соған қосылып алып, сендерді қырамыз дейді ғой. Баяғана Ад, Самуд қауымдары жер бетінен жойылып кеткендей, сендерді жоқ қыламыз. Пиғылдарының өзін қарасай, бұл сол күтіп жүрген пайғамбардың өзінен олар саяси мүдде, мақсат ойлап жүрді. Біз соны жаңағы бірігіп аламыз, күшейіп аламыз. Бұдан кейін жаңағы арабтардың барлығын жылжытамыз, өзіміз басқарамыз деген сияқты нәрселер де бұл жерде. Жоқ, пайғамбар келеді, көзімізді ашады, көкірегімізді оятады, ақиқатты танимыз, дүние мен ақиреттің бақытына жетеміз деген нәрсе жоқ та. Бұндай арам пиғылмен олардың арасынан пайғамбарды қайдан шығарсын Алла Тағала. Сөйтіп, естігендері бар, яһудилерге жібереді. Олар кешегі айтқан үш сұрақты сұра дейді. Баяғы заманда болған бір жігіттердің оқиғасы бар, соны сұра дейді. Жер бетін кезген, батысында, шығысында жаулаған бір адам бар, сол жайында сұра дейді. Сосын рух туралы сұраңды, адамның денесіндегі жан туралы. Бұлар келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сұрайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оларға не дейді? Ертең айтам дейді. Бірақ жаңа яһудилердің пиғылын айтып отырмыз ғой. Мүшриктер де оны білейік деп сұрап жатқан жоқ. Білейік, шынымен пайғамбар ма, жоқ па? Болса бізге абырой ғой, арамыздан пайғамбар шығып жатыр, ерейік, көмектесейік деген ниет жоқ оларда. Олар қалай аузын жабамыз бұның? Қалай бұны жер қыламыз? Қалай бұдан бір қате, я болмаса сондай бір нәрсе табамыз деген ниет қой ол жерде. Мынау яһудилердікі арам пиғыл болса, мүшриктердікі бір қыңырлық, қырсықтыққа жатады да. Шейх Қарадауи өзінің бір кітаптарында келтіреді. Адамдар бар да бір, мысалға қазір ол мусташриқтер деп айтады, ориенталистер, бүткіл жаңағы ислам әлемін, ислам ғылымдарын зерттеп жатқан, сол үшін сондай бір арнайы ғылыми зерттеу орталықтарын ашып, сол жерде соған маманданып, өмір бойы соған өзінің уақытын арнаған адамдар бар. Олар тіпті Құранды зерттеп, бүкіл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистері жинақталған, жаңа 6 жинақ, 9 жинақ бәрін зерттеп, жіліктеп, талдап, талқылап тастағанда, тіпті кейбір мәселелерді мұсылман ғалымдарының өздерінен тереңірек білуі мүмкін, ішінде кейбіреулер. Бірақ соншалықты біліммен неге олар мұсылман болмады, неге ислам қабылдамады деген сұрақты көтереді. Ол айтады, бұлардың әу баста іздегендері ақиқат емес еді ғой дейді. Олар біз көрейік шынымен ненің не екенін. Егер рас болса ерейік, өтірік болса тастайық деген нәрсе болған жоқ та оларда. Бір қате іздейік,
бір жерден қате табайық деген нәрсе болды, олар іздеген тапты дейді. Құранда Алла Тағала айтты ғой дейді. Бұл кітап арқылы біреулерді адастырады, біреулерді тура жолға салады. Бірақ не дейді? Пасық адамдардан басқаларды адастырмайды дейді. Пасық деген ішінің бәрі арамдық, ішінің бәрі жаман пиғылға толған адам ғой. Сондайларды ғана өзі арамдықпен ашқан адамды ғана Алла Тағала адастырады дейді. Ол ештеңе таппайды оның ішінен. Содан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ертең айтам дейді, бірақ уалам ястафни деп айтады. Иншааллах деген сөз айтпайды. Бұл жерде енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам білесіздер, өзіне тиісті уахиді жеткізу, таблиғ, пайғамбарлық сипаттар бар ғой. Бұл мәселеде қателеспейді, бұл мәселеде ұмытпайды еш нәрсені. Құранның еш нәрсесін ұмытпайды. Бірақ дәл мына жерде иншааллах деген сөзді ұмытуы, ол Алла Тағаланың бізге қалдырған қияметке дейінгі сабағы. Содан не істейді? Ертең уахи түспейді. Ертең келеді мүшриктер. Ау не болды жаңағы? Хабарын айтсайшы. Уахи жоқ дейді. Жарайды. Қашан келейік? Ертең келіңдер. Таға кетеді. Бұл жерден қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бір жағынан пайғамбар екендігін дәлелдейтін анық дәлел ғой, шынымен ойланып қараған адамға да бұл. Егер ол алдындағыдай өзінің ойынан айтып, өзінің шабытынан туындап жатқан нәрселер болатын болса, неге ол шабыт аяқ астынан жоғалып қалды? Қайта осындай қиын сәтте, өзі де қобалжып, өзі де жаңа қиналып тұрған сәтте шықпай ма ол шабыт деген, толқып тұрған кезде? Жоқ. Ол өз ойынан еш нәрсе айтпайды, ол өзіне уахи етілген нәрсені ғана айтады деп болды. Тіпті ішіне бір нәрсені қосып та жібермейді. Егер бізге біздің атымыздан кейбір сөздерді айтып жіберсе, Алла Тағала айтып жатыр. Не істейміз еді? Оны күшпен аламыз, оған күшті жаза береміз. Сосын күре тамырын кесеміз деді. Ол пайғамбар. Барды айтады, жоқты айта алмайды. Уахи күтеді ғой. Бірақ ертең де түспейді, арғы күні де түспейді уахи. Сөйтіп 15 күн өтті дейді ғой. Қараңыз, 15 күн. Мүшриктер мазақтай бастады. Көшеде көрген сайын, ау не болды, шайтанынан хабар бар ма? Шайтаның келмеді ма деп. Жәбірейіл періште уахи алып түседі. Айтады ғой, соны меңзеп тұр ғой. Алла сақтасын. Сондай келекеге айналдырады бір. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға бұл нәрсе ауыр тиеді. Ол аналардың иманын күткен еді. Қазір сұрағандарына уахимен жауапты берем, Алла Тағаланың қалауымен ақиқатын баяндаймын, сосын олар иман келтіреді деген үміт еді ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламда. Бірақ олай болмады. 15 күн өткеннен кейін барып алды. Аяттар түсіп, алдында біз тоқтадық, келесі аяттар жалғасып. Астағфиру билlah. Ам хасибта анна асхабал кахфи вар рақими кану мин аятина ажаба. Сен жаңағы үңгірдегілермен, рақим деген бұл жерде тақта, үңгірге кірген жігіттердің аттары жазылған тақта. Соны біздің құдіретімізді көрсететін ғажайып белгілерімізден деп санадың ба дейді. Алла Тағала айтып жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға. Бұл рақим дегенге байланысты басқа да риуаяттар, көзқарастар бар. Бірақ ең дұрысырағы ана үңгірге кіріп кеткеннен кейін сол жігіттердің есімдерін, сол кірген уақытын тағы да басқа соларға қатысты мәліметтерді жазып сол жерге ілген деп айтады. Бұл оқиға былай ғой, бір-екі ауыз қысқа айтатын болсақ, бұрынғы замандарда Иса пайғамбардың дінін ұстанатын бір ел болған. Сол елге келген патшалардың бірі, басқарған патшалардың бірі дінсіз болып шығады. Тіпті басқа бір сенімде де жаңағындай адам өлгеннен кейін жаны басқа адам денесіне көшеді деген сияқты бір сенімдерде болған деп айтады. Сөйтіп дін ұстанатындарды қудалайды ғой. Әлі Иса пайғамбардың діні бұзыла қоймаған кез ғой. Олар да бір Аллаға, жалғыз Аллаға сенеді, ақиретке сенеді. Соның ішінде бір топ жас жігіт өздерінің діндерін аман сақтап қалу үшін
жаңағы енді ол жерде қудалау болып жатқаннан кейін түсінікті ғой, енді біреулерді қамайды, біреулерді өлтіреді, біреулерді сол мәжбүрлеп өзінің сеніміне кіргізеді, діннен шығарады. Сондай нәрселерге түсіп қалмайық, дін мәселесінде фитнаға ұшырап қалмайық, Аллаға қарсы сөз айтып қоймайық деген қорқынышпен олар бір үңгірге тығылады. Сол үңгірге тығылған кезде Алладан дұға тілеп, Алла Тағала оларды жүздеген жылдарға ұйықтатып тастайды. Кейін олар оянып, сол оқиғаны бүкіл сол ел куә болады, көреді. Сол оқиға ғой сұрап отырғандар. Енді Алла Тағала айтып жатыр, сен сол оқиғаны біздің ең ғажайып белгілерімізден деп ойлайсың ба дейді. Саған уахи түсіргеніміз мысалға тәпсірінде келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға уахидің түсуі ғажап емес пе? Аспандардың жаратылуы, жердің жаратылуы ғажап емес пе? Афала янзуруна илал ибили кайфа хулиқат. Түйенің қалай жаралғанына қарамай ма дейді. Оның қандай бір өзі ғажайып машина екенін арабтар жақсы біледі ғой. Аспанның қалай жаралғанына қарамай ма, таулардың қалай биік-биік болып тұрғанына қарамай ма, жердің қалай төселгеніне қарамай ма деген аяттар бар мысалға. Тіпті не дейді? Уафи анфусикум афала тубсирун. Өздеріңе қарамайсыңдар ма, көрмейсіңдер ме? Алланың құдіретін көрсететін белгілер бойларында толып жатыр ғой дейді. Сен көру жүйең, есту жүйең, сен былайша өзің бір ғажайып жаратылыссың ғой. Имам Шафиғидің сөзі бар ғой, фая ажабан кайфа юсал илаху ам кайфа яджхадухул жахид. Мен таң қалам дейді. Адамдар қалай Құдайға қарсы шығады, немесе оны қалай жоққа шығарады адамдар. وفي كل تحريكة وتسكينة أبدا له شاهد. Әрбір қозғалмай тұрған нәрсенің барлығында мәңгі бақи Алланың бар екеніне белгілер бар емес пе дейді. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. Әрбір нәрсе Алла Тағаланы жалғыз деп айқайлап тұр ғой дейді. Шын қарасаң, шын құдіретіне белгі іздесең, айналаңда толып жатыр ғой дейді. Бірақ адамдар әдетте бізде қалай? Біреу аспанда ұшып жүр екен деген нәрселер ғана да бізге. Я болмаса жаңағыдай ұйықтап қалып, бәленбай 100 жылдан кейін ояныпты. Сөйтіп қараса аяғы тұяқ екен деген бай әңгімелер бар еді ғой. Таксиге қыз мініпті, түсіп бара жатқан кезде қараса аяғы тұяқ екен деген әңгімелер тарады ма? Баяда. Бізге сондай нәрселер ғажап та. Басы адам, денесі бірдеңе. Немесе бір үйде жаңағы нелер бар екен, елестері бар екен. Сатып алған адам бірден келесі сатып жібереді екен. Ол үйде ешкім тұрмайды екен, қорқады екен деген нәрселер көп па? Бір сондай бір нәрселерден іздейміз да бір ғажайып нәрсені сондайдан іздейміз. Бірақ шын ойланып көріп қараған адамға өзіңде уафи анфусикум, өзің бойыңда толып жатыр. Ам хасибта деп осыны айтып жатыр. Осы ма одан да басқа, одан да үлкен ғажайып белгілеріміз бар ғой біздің. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ол жігіттер жаңағы үңгірге жаңағы себеппен тығылып Раббыларына дұға жасады. Раббымыз бізге өз тарапыңнан мейіріміңді жаудыр және мына ісімізді жеңілетіп оның туралығын нәсіп ет. Тура жолда, тура істе жүруіміз нәсіп ет. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Сосын біз олардың құлақтарына ұрдық, ұйықтаттық. Бәленбай жылдар. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Сосын енді олар оянғаннан кейін жігіттердің өздерінің арасында, халықтың арасында олар қанша жыл ұйықтады? Жоқ, осынша жыл ұйықтады. Жоқ, сонша жыл ұйықтады деген талас болды ғой. Соның дәлірегін кім анықтай алады екен? Бұның дәл есебін кім жүргізе алады екен? Соны көрсету үшін біз оларды не істедік дейді? Тірілттік дейді. Имам Ибн Касир айтады, Алла рахмет алсын. Алла Тағала бірінші осы болған нәрсені бір ғана шолып айтып кетті да. Сұраған, жаңа жігіттердің оқиғасы деді, міне жігіттердің оқиғасын 4 аятпен айтып берді. Бұл бәрінің білетін, ел аузында жүрген жаңа яһудилердің өздерінің араларында белгілі нәрселерді. Сосын ары қарай толықтырды да. Қараңыз, келесі аят
Нахну нақуссу алейка набаахум бил хақ деп басталады. Біз саған олардың оқиғасын, шындығын, ақиқатын баяндаймыз дейді. Шынымен қалай болған? Ол аналардың айтып жүргені, ол айтып жүрген. Оның ішінде өтірігі бар, шыны бар, алып қосатыны бар адамдардың. Қазір біреуге бір нәрсені айтсаң, ол келесі адамға жетем дегенше, ол одан біреуге жетем дегенше түрлене береді ғой оқиға. Әркім өзінің ойынан, фантазиясынан қоса береді. Сондай нәрселер де бар ішінде. Бірақ бил хақ деген бұл жерде аллази ла казиба фихи деп түсіндіреді тәпсіршілер. Ішінде өтірігі жоқ. Таза. Шынымен қалай болды? Солай айтып береміз біз дейді. Және бұл жердегі қисса деген сөз нені білдіреді? Диққа деген мағынаны береді да. Дәлдік. Алла Тағала өзі қисса деп атап тұр ма? Дәлме-дәл. Бұл жерде еще подробность дейміз ғой, егжей-тегжейлі. Ол қазір сен жалпылама білесің, оның ішінде олар қалай ұйықтады, қалай жатты, тіпті олардың көздеріне шейін қазір келтіреді да. Өте сондай бір нақты хабарлар береді. Оны тек уақимен ғана білесің ғой. Тіпті жылдың өзін санай алмайсыңдар деп жатыр ғой сендер. Алла Тағала өзі жүргізіп жатыр да есебін. Неше ғасырда неше ұрпақ ауысып кетті ғой. Ол сол жігіттердің кіріп кеткенін көргендерге ол тарих болғанымен, одан кейінгілер ол аңыз болып кетті ғой екі ортада. Көрдіңіз ба? Сөйтті де иннахум фитятун аману би раббихим ва зиднахум худа. Олар жас жігіттер. Фития деген жігіттер. Раббыларына иман келтірген. Және біз олардың тура жолдарын көбейттік, арттырдық дейді. Бұл осы жерде тоқталайық. Жалпы жігіттер дегенде, жастар дегенде оның жас ерекшелікке енді әртүрлі не береді ғой, нешеге дейін жастар? Бізде қазір 35-ке дейін ба? Абул Фараж ибн Джаузи деген ғалым өзінің Танбихун наимил ғарим фи мавасимил умр деген кітабы бар. Ұйықтап, бейғамдықта жүрген адамға өмірдің маусымдарын, кезеңдерін есіне салу, есіне түсіру, ескерту деген сияқты мағынада кітап қой. Сол кітапта адамның өмірін 5 кезеңге бөледі. 5 кезеңге бөледі. Туғаннан балиғатқа дейін, балиғатқа толғаннан жастық шағы біткенге дейін деп ары қарай кете береді ғой. Сол кезде жастық шақтың ең соңғы тұсын 39 дейді. 39. 40-қа толғаннан кейін болды ол. Үшінші кезеңге өтті дейді. Оған енді Құраннан аяттар келтіреді. Жаңа пайғамбарлардың барлығына 40 жасында пайғамбарлық берілгені, 40 жасқа толған кезде жаңағы оның түзелгені, тіктелгені, піскені деп айтылады ғой жаңа аяттарда. Сосын біз оған хикмет, даналықты бердік деген нәрселер, осыған ұқсастағы да аят хадистерге сүйеніп отырып, жастық шақтың ең соңғы жасы ол 39 дейді. Енді бұл жігіттердің Алла біледі, жалпы жастарға байланысты айтылып жатқасын айтып жатқанымыз ғой. Енді Абул Фараж ибн Джаузи деген ғалым ғой. Осы жерде біздің мән беретін бір нәрсе ол осы оқиғаға себеп болып отырған, осы оқиға басынан өтіп отырған адамдардың жастар екендігі. Жастар екендігі. Өзі қашанда исламда да қарап отырсаңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға түнде жасырынып келіп, Мадинадан 2 мәрте жаңа Ақаба сертіне келіп қатысатын жігіттер жастар ғой. Мадина не үшін исламды тез қабылдады? Өйткені олардың ірі-бастыларының барлығы анау өз-өздерімен арасындағы соғыста қырылып кетті да. Ауыз Хазраж деп бөлініп, жүздеген жылдар соғысқан ғой олар. Сол соңғы болған соғысында олардың ірі басты, көсем, ел бастайтын, ру бастайтындарының барлығы өлді. Кілең жастар қалды. Ал жастар әдетте жаңалықты қабылдауға, жаңа бір нәрсеге былайша ашық та, ашық адамдар да олар. Ал үлкейіп, бүкіл өмірі бір жаңағы нәрседе өткен адам бар ғой. Кейбіреулер мысалға әлі біз партияда болдық қой деп жаңағы совет үкіметін ұмыта алмай
біз енді сөйттік, бізді Құдай жоқ деп үйретті, біз коммунист болдық кезінде деп 30 жыл бұрынғы әңгімені әлі ұмыта алмай жүрген адамдар бар ғой мысалы. Жас үлкейген сайын адам қорқақ болады. Өйткені не нәрсе? Ол біріншіден балалы шағалы болады, мал мүлікті болады. Ол қорқатын нәрселер көбейеді. Жас адам дым жоқ қой. Не үшін қорқады ол? Терять нечего дейміз ғой біз. Сондай болғасын ол тәуекелге барғыш. Жаңалықтан қорықпайды, қабылдайды. Сосын жастардың бір маңыздылығы қараңыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 7 түрлі адамды қиямет күні Алла Тағала өзінің панасына алады деген хадис бар ғой. Соның ең біріншісі кім? Әділ басшы дейді. Екіншісі кім? Раббысына ғибадат етіп өскен жас адам дейді. Жастайынан құлшылықта, ғибадатта болған адам. Шейх Рамадан Бути айтады, бұл жерде неге осы екеуімен бастап тұр? Әділ басшы, сосын жастар. Өйткені қоғамды жақсылыққа сүйрейтін, жақсылыққа өзгертетін қашанда осы екеуі дейді. Егер басшы әділ болып туралықты ұстанса, қоғам түзеледі. Сол сияқты жастар жақсарса, жастар салихалыққа, сондай бір мәдениеттілікке, білімге, ғылымға бет бұрса, қоғам жақсарады. Керісінше жастар бұзылса, оны болды. Ол қоғамның болашағы жоқ деген сөз. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам имам Тирмизи риуаят ететін бір хадисінде қиямет күні адам не дейді? Аяғына енді тұра берген кезде не болады дейді? 4 нәрседен есеп болады дейді. Ең бірінші, сен көзіңді ашқан кезде сұрайтын нәрсе ғой. Қияметте есеп қисапты білеміз ғой. Бұл хақ нәрсе. Бұл кәдімгі болатын нәрсе. Ең бірінші өмірін сұрайды. Не істедің? Неге жұмсадың? Фима афнаху деп. Афна деген тауысу. Өміріңді немен өткіздің деген сөз ғой айтқан кезде. Не бітірдің? Сосын жастық шағынан сұрайды, фима аблаху дейді. Абла деген уже тоздыру. Жастық шағында немен тоздырдың? Жаңа нәрсеге айтылады, тоздыру деп. Тозатын нәрсе. Көрдіңіз бе? Өмірді бір бөлек сұрады. Одан кейін өмірдің ішінде ол да, сен жаңа мысалы алып 70 жас өмір сүрген болсаң, 80 жыл өмір сүрген болсаң, біріншіден 80 жылының есебін алған кезде соның ішінде жастық шағында бар ғой, одан бөлек өмір сүрген жоқсың ғой. Екінші рет тағы қайтып келіп ішіндегі ал енді жастық шағына келейік деген нәрсе де ол жерде. Не үшін олай? Өйткені жастық шағында адам күшті болады, алғыр болады. Қағып аласың да, Құран үйренген келсе, қазір қағып аласың 3 күнде тәжвид, Құранға түсу, 7 күнде Құранға түсу деген нәрселермен сен емін-еркін Құран оқып кете аласың. Как көкелеріміз отыр ғой. Олар олай істей алмайды. Сен бір күнде үйренгенде ол кісілер 7 күнде үйренуі мүмкін, 10 күнде үйренуі мүмкін. Айлап Құранға түсе алмай жүруі мүмкін. Сенде тұр ол нәрсе да. Алғырсың, күштісің, шаршамайсың. Бізде қазақтан дейді, жаңа жас баланы шаршадым дегенде сен бе, қарным ашты дегенде сен дейді ғой. Күш, ұйықтамай жүре аласың неше күн. Бәрі істей аласың да. Бірақ соған қарамай кейбір жігіттер не істейді, әлі Құран оқи алмай жүр да. Дүниеге келгенде пысықпыз, бір нәрселерді үйреніп алуға, мобилография оқып алуға келген кезде, ол қолымыздан келеді. Болмаса тағы бір нәрселерді курстарға қатысып жүрген кезде неше түрлі сөздер жаттап аламыз. Бірақ Құранға түсуге уақыт жоқ та. Біреулер айтып қояды, менің жұмысымды білесің ғой енді. Біздің жұмысты білесің ғой деп. Ол өзің жасап алған жұмысың ғой ол. Алла Тағала саған бүкіл дүниені тауысып тап деді ма? Бүкіл осы Қазақстанда қай жерден қандай табыс көзі бар, соның бәрін барып сор да, бәрін жинап ал деді ма? Жоқ. Өзіңді асыра, отбасыңды асыра. 1-2 жыл запасын жинап қой жарайды. Ал болды ғой. Тоқтама, бірақ мына жақты шамалы қысқартсай. Мына жаққа кетіп жатқан уақытың мен күшіңді бір бөлігін ал да Құранға сал, болды. Одан сен кедей болып қалмайсың ба? Дұрыс па? Алла бұйырмаған нәрсеге ұмтыламыз, ұрынамыз, бірақ Алла сұрайтын нәрсені ұмытып кетеміз да.
Сондықтан да құдси хадисте айтады Алла Тағала: ей адам баласы, тафарраг ли ибадати, маған құлшылық қылуға уақыт тап дейді. Тафарраг деген боса деген сөз ғой, қолыңды босат. Ана тіршілікті қайната берме, босат арасында. Әмлә қалбака ғинан, мен сенің жүрегіңді байлыққа толтырамын дейді. Ол байлықтың бәрін таба алмайсың, тауыса алмайсың оның бәрін. Тауысқан адам бар ма? Жоқ қой. Жер бетінің бүкіл байлығын иеленіп кеткен адам бар ма? Иә, жарты әлемді жаулаған шығар кейбір тарихта тұлға. Бүкіл жердің байлығын иеленген адам жоқ қой тарихта. Бірақ Алла Тағала соны мысалға келтіріп қияметте айтады екен кәпір адамға да мысалға: қазір сенің мынау халің, кәпір енді иман келтірмей ақиретке барып тұр ғой, Аллаға сенбей, жоққа шығарып барлық нәрсені. Оның несі үкімі тозаққа шешіліп тұр ғой. Бірақ соған айтады да Алла Тағала: егер сенің қазір қолыңда жер беті толған, өмір сүрген жер шары бар ғой, сол толған алтын болса, сен соны беріп, мынау азаптан құтылып кетуге даяр ма едің дейді. Ондай адам болған жоқ деп жатырмыз, бірақ мысал деп жатыр. Тіпті жер беті шары толған алтын болып тұрып, осы азаптан құтылуға соны қабылдасақ, соны беріп құтылып кетер ме едің деп жатыр да. Ойланбастан иә дейді. Бірақ ондай мүмкіндік жоқ та. Ондай мүмкіндік жоқ, бірақ ал дүниеде бар. Сен ана миллиардқа дейін тауып қоя алмаса, оны әрі қарай көбейтпей ақ қой. Мейлі кішкене минусқа кетерсің, бірақ соның бір бөлігін қиып Құран үйренуге, бір бөлігін қиып өзіңнің дініңді үйренуге, Алланы тануға, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірін тануға, сүннетін білуге жұмсауға болатын еді ғой. Болатын еді. Сондықтан жаңағыдай нәрселер ол өзіміздің айтып жүрген сылтауымыз да. Сосын өмірін сұрады, жастық шағын сұрады. Әрі қарай малын сұрайды. Қайдан таптың, қайда жұмсадың? Екі жағы тең да сұрақтың. Одан кейін білген біліміңе не істедің? Білдің, не істедің? Құран оқу керек екенін білдің, үйрену керек екенін білдің, мешітке бару керек екенін жұма намазына, парыз екенін әрбір мұсылманға білдің. Мойныңда зекеттің садақасы бар екенін білдің. Отбасында сен пайғамбар салам айтты: "Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятих", әрбірің бақташысыңдар, жауаптысыңдар, және өзің қол астындағылардан сұраласыңдар деп ер кісі отбасына жауапты деген нәрсені білдің, естідің. Ал енді не істедің сен соған? Қандай әрекет жасадың деген сұрақ болады деп тұр ғой қысқасы. Енді Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху айтады: жаңа біз жастық шақта күш болады, адам шаршамайды, алғыр болады деп жатырмыз ғой. Ма аталлаху азза ва жалла илман илля шаббан. Алла Тағала адамға білімді тек жастық шағында ғана берді дейді. Қартайып, 70-ке келген кезде білім жолына түсіп, ғалым болып кеткендер енді бар шығар бірең сараң. Бірақ жалпылама ондай жоқ. Имам Абу Ханифа, Имам Шафии, Тирмизи, Бухари, қай ғалымды қараңыз, кішкентайынан 3, 5, 7 жасынан, 10 жасынан Құран жаттап, сол білім жолына түсіп, солай ғалым болды да. Вал хойру куллуху фи шабаб. Ибн Аббас айтады радиаллаху анху сөзінің жалғасында: жақсылықтың бәрі жастық шақта дейді. Не жақсылық адам көре алады өмірде, не жақсылық таба алады, не жақсылық жинай алады, соның бәрі жастық шағында істей алады. Одан кейін ары қарай әлсіздікке қарай кете бересің ғой. Кеше аятта айттық қой біз, Алла Тағала әлсіз күйде жаратты, одан кейін сендерге күшті күйге түсірді, сосын қайтадан әлсіздікке қайтарды деді. Ендігі кезең ары қарай әлсірей бересің. Күннен күнге ауруынан жазылмайсың, бірақ жаңа бір ауру қосыла береді. Бар ауруың созылмалы болады. Солай. Сөйтіп адам бітеді ол өмірді. Сосын мына аятты оқыды дейді Ибн Аббас айтады. Қалу сами'на фатан yazkuruhum yuqalu lahu Ибрахим. Ибрахим пайғамбардың қиссасы баяндалатын Анбия сүресіндегі аят қой. Анау пұттарды түнде қиратып кетпей ма Ибрахим пайғамбар? Жас кезінде аналардың көздерін көрсетейін, ақиқатты білсін деп. Мыналарды кім қиратты деген кезде, білмеймін, кеше
Ибрахим деген жас жігіт соны айтып жүреді. Ертең көресіңдер, мына бұттарыңа бірдеңе істеймін деп айтып жүреді, сол білетін шығар, соны шақырайық деп. Ары қарай қисса жалғасады. Қоғамды түзуге, қоғамды жақсылыққа жетелеуге, жақсы жолды, тура жолды көрсетуге не істеп жатыр ол? Жұмыс істеп жатыр. Жас кезінде, қартайғанда емес, фата деп тұрып жерде, жас жігіт. Және Ибн Аббас келесі аятта осы жаңағы біз оқып отқан иннакум фитиятун аману би раббихим, олар жас еді, жастар еді, Раббыларына иман келтіргенде осы Кахф сүресіндегі аятты оқиды. Үшінші ва атайнахул хукма сабия деп Яхия пайғамбарға қатысты айтылған Мариям сүресіндегі аятты оқиды. Біз оған жас кезінде білімді бердік. Жас кезінде хикмет даналықты үйреттік деген нәрсе. Көрдіңіз бе? Бір нәрсе өзгертемін. Бір қоғамға бір жақсы, пайдалы нәрсе істеп кетемін десең, не екен? Жастық шағың. Сол сияқты дінімді үйренемін, дінімді дамытамын, дінімді сақтаймын десең, мына Кахф сүресіндегі жігіттер сияқты. Тағы да жастық шағың. Ал білім аламын, білім үйренемін, хикмет, даналық үйренемін десең, тағы да жастық шағың. Ибн Аббас бекер бұл үш аятты бір-біріне қосып айтып тұрған жоқ та. Себебі жастық шақта білімде, амалда берекелі болады. Оны істей аласың былайша айтқан кезде. Қазір біз енді жалқаулықпен істей алмай жүрміз ғой көп нәрсені. Құранды үйрене алмауымыз, түнгі намаздарды оқи алмауымыз, көптеген жаңағы сүннет амалдарды жасай алмауымыз жалқаулық қазір. Ал бірақ шамалы неміз бейғамдығымыз көп та. Ал ертең есейесің, үлкейесің, ана жаққа қарай жақындайсың, сол кезде ақылың жиясың, істегің келеді, бірақ ол кезде сенің шамаң келмейді. Мында жалқаулықпен әлексің, анда денсаулықпен әлексің да. Сөйтіп екі ортада жүресің, адам өмірі сондай ғой. Бірақ осы Құран, осы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистері бәрі оян деп отыр ғой бізге айналып келген кезде. Имам Ахмадтың Муснадында мына бір хадис келеді. Амр ибн Ас, әйгілі сахаба, Аллаху разы болсын. Соның көп хадис жеткізген, Абу Хурайрамен бірдей хадис жеткізген баласы Абдулла ибн Амр деген сахаба, ғалым сахаба. Сонымен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам арасында болған әңгіме. Мен бір күні Құранды толық жаттадым да, жинадым да, Абдулла ибн Амр айтып жатыр. Бір түнде оқып шықтым дейді. Бір түнде оқып шықтым дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұны білді де маған айтты дейді. Ей Абдулла, сен олай істеме деп айтты дейді. Олай істеме сен. 30 күнде бір оқы деп айтты дейді. Яғни бір айда тауысып тұрсаң жетеді саған Құранды. Сонда Абдулла не деп айтады? Я Алланың елшісі, мен жастық шағыммен күшті кезімнің рахатын көріп қалайын, маған рұқсат беріңіз дейді оған. Жас қой әлі. Ертең оқи алмаймын қартайғасын. Бір түнде. Қазір оқып тұрған кезімде оқып алайын деп тұр ғой. Олай болатын болса, сен 20 күнде бір тауыссайшы дейді. Тағы да сөйтіп айтады. Жастық шағымның күшті кезімнің рахатын көріп қалайын, я Алланың елшісі. Жарайды, 10 күнде бір тауыссайшы дейді. Тағы да сұрайды. 7 күнде дейді. 7 күнде хатым ет, бірақ одан тез қылма дейді. Бұл жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оған олай айтуының бірнеше себебі бар. Адам қанша мұсылман болғанмен, Құраннан шаршамаймын дегенмен, бәрібір физикалық денеден тұрасың ғой бір бөлігін. Бәрібір шаршайсың, ұйықтап қаласың. Екіншіден, сен соған бүкіл уақытыңды құртып, басқа жауапкершіліктеріңнен қалып қоясың. Отбасыңды асырамайсың ба? Біліміңді жеткізбейсің ба халыққа? Басқа да басқа нәрселер көп қой. Отбасының алдында, қоғамның алдында, әке шешеңнің алдында ақыларың көп қой сенің. Солар қалып қояды деген нәрсе бұл жерде. Бірақ сол 7 күнмен шектейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сонда да. Өйткені ахаббул аъмали илаллах адвамуха ва ин қалда. Алла тағалаға ең жақсы, ең сүйкімді амал ол аз болса да тұрақты, үзілмей жасалып тұрған амалды. Сен қазір мысалға үйіңе бар, осыдан уағыздан күшті күш алып, шабытың келіп,
Құран таң атқанша оқып, содан кейін бір айға дейін Құран ашпай кеткеннен көрі, күнде аз-аздан бір ай бойы оқып жүрген жақсы да. Солай ма? Алла Тағала соны жақсы көреді деп соны айтып жатыр да. Бірақ жалпы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның Құранды қанша уақытта тауысып тұрғанын білесіздер ма? Ғалымдар зерттеген хатым деген нәрсе бар ғой. Әрбір мұсылманның өзі әдетке айналдыру керек нәрсе ғой. Фатихадан бастайсыз да нәрсені аяқтайсыз. Соны хатым дейміз. Толық бітіру, аяқтау. Осы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірінен, сүннетінен, хадистерін бәрін зерттеп келіп, ғалымдар мынадай нәрсе шығарған. Ең азы 3 күнде оқыған пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. 3 күнде Құранды тауысқан кездері болған. Өйткені одан тез оқыған адам Құранды түсінбеген болады деп айтқан бір хадисі бар да. Бір күнде, 2 күнде тауысып тастасаң, сен Құранның ақысын бермеген боласың. Ол жерде тоқтап, өзінің жаңағы біріншіден тәжвидтің ережелері бар, созатын, созбайтын жерлері бар. Екіншіден, сен ол аяттарға үңілуің керексің. Сен дырылдап тұрды оқи бермеуің керексің ғой. Арасында тоқтап түсінген жерлерің болса, мынадай ғибрат бар екен ғой деген нәрселерді түйіп отыруың керексің. Ең кемі 3 күн да. 7 күнде тауысқан кездер болған, 10 күнде, 30 күнде. Ең ұзағы қанша деп ойлайсыздар? 40 күн. 40 күннен ұзады деген риуаят хабар таппайсың. Ғалымдар зерттеп тастаған да оны. Сөйтіп нәтижесінде не деп айтқан? Егер мұсылман адам ең құрғанда 40 күнде Құранды бір тауысып оқымайтын болса, оның Құранның қарым-қатынасы жақсы емес деген ғой. Жақсы емес деген. Мен содан біле берейік. 40 күнде. Бұл неге байланысты? Ілімге байланысты. Екінші, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның амалға байланысты бір риуаят бар. Абдулла ибн Омар, жаңағы Абдулла ибн Амр, Амр ибн Астың баласы. Бұл Абдулла ибн Омар, Омар ибн Хаттабтың баласы. Алла оларға разы болсын барлығына. Өзінің басынан өткен мына бір оқиғаны айтады. Мен жас жігіт едім. Жас кезі ғой, үйленбеген бойдақ кезі. Мешітке қонып жүретінмін дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бір әдеті хадистерде келеді. Таң, енді күнде істемеген шығар, бірақ енді жиі сондай нәрсе болып тұратын болған. Таң намазын оқиды да, имамдыққа шығады ғой. Оқып болғаннан кейін артына бұрылып, кім қандай түс көрді деп сұрайды сахабалардан. Кім қандай түс көрді түнде? Сөйтіп біреулер көрген түстерін айтып жатады. Не бір керемет ғажайып нәрселер болып жатады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оған жорып береді. Кейбір Абу Бакр сияқты жанында жақын сахабаларға оны үйреткен кездері де бар. Бұхариде келеді, Абу Бакр, Алланың елшісі, бұл түсті мен жорайын деген кездері бар. Жарайды, жора деп. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мына жерінде қателестім, мына жердің дұрыс болды деп оны түзеткені, жалпы үйреткені нәрселері ол риуаяттар көп. Енді Абдулла ибн Омар айтады, мен мешітте жүрмін ғой, қонып жүрмін. Сондай нәрселер болып жатады. Қызық қой, қызығады. Мен неге ондай түс көрмеймін дейді ғой. Анау көріп жатыр, мынау көріп, не бір ғажайып нәрселер, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жауап беріп жатыр. Менде неге ондай нәрсе жоқ? Дейді да бір күні өз-өзіне айтады ғой. Егер сенің бойыңда бір жақсылық болса, егер сен жақсы адам болсаң, аналар көрген сияқты түсті сен де көрер едің ғой деп өз-өзіне айтады. Бұдан Бадруддин әл-Айни деген біздің Ханафи мазхабының әйгілі мұхаддис ғалымы, Умдатул Қари деп аталатын Бұхариге жазған шархы бар. Сол жерде Абдулла ибн Омардың осы сөзінен мынадай бір нәрсе шығарады. Адам жақсы болса өзі, сондай ізгі, салихалы адам болса, ол жақсы түстер көреді. Сен жақсы, шынайы түстер көруіңнің жақсылығының белгісі дейді. Сөйтті, мына бір хадисті келтіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой, қиямет менен кейін уақи түспейді, болды үзілді, Алладан хабар алмайсыңдар, тек шынайы түстер қалды дейді ғой. Мүміннің көрген түсі, шынайы түстер. Сендердің іштеріңдегі ең шынайы түсті көретіндер ең сөзі шындарың дейді. Өтірік айтпай ма адам, тек қана шын сөйлей ма, ол шынайы түс көреді да. Оның түсі кәдімгі жобаға келеді, жори аласың, бір-біріне ұйқасады кәдімгі. Андай өтірікті көп айтатын адам түсі де өзі өтірік болып кетеді оған. Бір-бірімен басы жоқ, аяғы жоқ, бірсе анда жүр, мына жаққа кіріп кетті, мынау қайдан жүр деген нәрселер да. Сондай бір шымшытырық дей ма, бір шиеленіп шатасып кеткен түстерді көреді да, адам өтірік көп айтатын болса. Содан не қылады, түс көреді ғой.
сөйтіп өз-өзіне айтып дәрет алып намаз оқып, содан түс көреді. Түсінде бір мынандай бір шұңқырдың жанына келеді. Ішінде лапылдап от жанып жатыр. Адамдар кәдімгі қазанда қайнағандай қайнап жатыр ішінде. Біреулердің түрлерін көріп танып қалдым дейді. Омар айтады. Сол кезде, сол заманда жүрген мұнафиқтар ғой, 200-лер өтірік иман келтіріп, пайғамбарға қастандық қылғысы келіп, мына жақтан хабар тасып, шпиондық жасап жүрген адамдар ғой. Түрлерін, кейбіреулерін көріп танып қалдым дейді. Сөйтіп жанына жақындай берген кезде, мені екі жағымнан қақпайлап, саған қауіп жоқ, бара бер деп алып кетті дейді. Сөйтіп бұл түсімді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға айтуға бата алмай, бұл Абдулла ибн Омардың тәтесі, Хафса Омардың қызы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жұбайы, мүміндердің анасы. Сөйтіп Хафсаға айттым дейді. Алланың елшісіне айтшы, сұрап берші, мына не түсі екен деп. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның айтқаны, Абдулла жақсы жігіт қой дейді. Не'мар ражулу Абдулла лау кана юсалли бил-лайл дейді. Тек түнде тұрып намаз оқса ғой дейді. Тахаджуд намаз айтып жатыр да. 5 уақыт намазын оқитын сахаба ғой. Қараңыз да. Жақсы жігіт деген атақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам беріп тұр, бірақ бір шартпен беріп тұр да. Қай кезде? Түнде тұрып тахаджуд намазын оқитын болса деп тұр да. Оқса ғой деп. Сол сөзден кейін, сол түннен кейін мен тахаджуд намазын тәрк еткен жоқпын дейді Абдулла ибн Омар радиаллаху анху. Амалды сен жасай аласың қай кезде? Жас кезінде. Қазір тұра алмай жүрген тахаджудыңа сен ертең жоқ, ұйқы қашады ғой. Ұйқы қашады, бірақ белің ауырады, табаның сыздайды, аяғың ұйып қалады. Тұра алмайсың да. Бүйтіп еңкейген сайын сұрт деп ана буындарын тарсылдап бір-біріне, ішіндегі суы кетіп қалып, кеуіп қалып тізелерің. Сондай нәрселер болады. Қазір сенде ешқандай проблема жоқ та. Тұрамын десең тұрасың. Бірақ нәпсімен жалқаулық, еріншектік, сол нәрселерді жеңе алмаймыз да. Бұл ілім амалға қатысты. Имам Шафиғи радиаллаху анхудың бір сөзі бар. وَمَنْ فَاتَهُ التَّعْلِيمُ وَقْتَ شَبَابِهِ فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا لِوَفَاتِهِ. Кім жастық шағында білім алудан құр қалса, оған 4 тәкбір айта беріңдер дейді. 4 тәкбір қай кезде айтылады? Өлген кезде айтылады ғой, жаназада айтылады ғой. Тірі емес дейді ол. Жап-жас, дені сау, бірақ білім алмай ма? Жаназасын шығарып тастай беріңдер деп тұр ғой. وَذَاتُ الْفَتَى وَاللَّهِ بِالْعِلْمِ وَالتُّقَى إِذَا لَمْ يَكُونَ لَا اعْتِبَارَ لِذَاتِهِ. Жігіттің жігіттігі дейді. Ол білім және тақуалығымен өлшенеді. Ол екеуі болмаса, оның өзі де жоқ дейді. Оны есепке алмай қойыңдар деп тұр ғой. Білім, тақуалық, амал да тақуалық деген жерде. Одан бөлек жас жігіт, жас кезде жалпы жастар бос жүрмеу керек. Бір кәсіптің көзін тауып, бір тірліктің басында жүру керек. Ол Құран оқисың, ол өзіңе, жаңағы ғибадатың жасайсың, жаңағы түнгі намазыңды оқисың. Бірақ ол ешкімге міндет емес та сенің түнімен тұрып тахаджуд оқығаның. Сол үшін сені ешкім асырамау керек та. Тахаджуд оқып жүрмін мен. Құран хатым етіп жатырмын мен деп. Үйдің шаруасына шықпай, далада папан жер қазып жатыр да. Бұл намазындай. Жасап тастайық та мына жұмысты. Құран хатымым бар еді, бітпей жатыр, бүгін бітіруім керек. Хатым группасында едім, маған мынандай параны беріпті деп отырсаң, ондай рамайды. Мұхтариф деген сөз бар да, хадисте келеді дәл осылай. Мұхтариф деген бір іс, бір кәсіп, дүние табатын тірлік жасайтын адамды айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Инна Аллаха та'ала юхиббул абда ал-му'мин ал-мұхтариф" дейді. Алла тағала сондай мүмін және еңбек етіп, нан тауып жүрген құлды жақсы көреді дейді. Еңбек етіп, нан тауып жүрген құлды жақсы көреді дейді. Өйткені ол да ғибадат. Адамның өз-өзін асырауы ғибадат, отбасын асырауы ғибадат, адалдан болса. Анау оқиға бар ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның заманында болған деп келеді, бұрынғы замандарда болған деп келеді, Исаның, Мусаның кезінде болған деп келеді. Бір жігіт әрдайым мешітте жүреді. Намазын оқиды, Құранын оқиды, мешітте де бірыңғай шықпайды. Соны пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көріп, сен не істеп жүрсің, сен кім асырайды өзі дейді ғой. Түсінікті ол жұмыс істемейді. Мен бауырым бар дейді.
ағасы ма інісі ма сол жұмыс істейді, соны тапқан екеуміз жейміз дейді. Бірақ мен бірыңғай осы ғибадаттамын дейді. Сонда бауырының ғибадаты сенің ғибадатыңнан көбірек екен дейді. Ол өзі де намазын оқиды, еще сені асырайды да. А сен тек намаз оқисың. Көрдіңіз бе? Ол да ғибадат қой. Анау тағы бір риуаят. Бірде осылай пайғамбар сахабалармен отқан кезде бір денелі, сондай бір күшті, қуатты бір жігіттің шығып таң атпай жұмысына кетіп бара жатқанын көреді ғой сахабалар. Сахих хадис. Сонда ішіндегі біреусі айтып қалады: ай, осы күштің бәрі, осы жігердің бәрі Алла жолында жұмсалса ғой дейді. Жұмысқа барады, ол дүние табуға барады ғой. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, егер ол өзін асырайын, ешкімге қол жаймайын деп бара жатқан болса, ол Алла жолында дейді. Үйінде қарт ата-анасы бар, я болмаса бала-шағасы бар, соларды асырайын деп бара жатқан болса, ол онда Алла жолында дейді. Ал егер жоқ, мен осы денеммен мақтанайын, рия жасайын, адамдардың алдында атақ абырой жинайын деп бара жатқан болса, онда ол шайтанның жолында дейді. Сен дүниең, табуың, өз басыңды асырауың, өзіңді бір кәсіпке баулуың, ол құлшылық, ол ғибадат. Дәл осы мағынадағы басқа бір хадисте инналлаха юбғиду сахихал фарих. Алла тағала дені сау, бірақ бос жүрген адамды жек көреді деп біледі. Бұл да хадис. Ла фи шуғли дуния ва ла фи шуғли ахира. Ол не дүниенің ісімен айналып жүрген жоқ, не ахиреттің ісімен айналып жүрген жоқ. Ештеңе бітіріп жүрген жоқ та, бірақ ден деген сау. Таң атып жатыр, кеш батып жатыр. Сондықтан адам әркімнің несіне мәз болып жүре бермеу керек та. Мә, приколды өлтіреді осы бар ғой. Жанында жүрсең ішің пыспайды деп арқаңнан қаққанына мәз болып, әркімге приколыңды айтып, уақытыңды құртып жүре бермеу керек та. Гитар күш тартады дегенде не болмаса. Тағы. Ана машинаға музыканы қосып қойып шығып. Жүрген жастардың көпшілігі солай жүр ғой қазір. Не басына пайдасы жоқ, не отбасына пайдасы жоқ, не әке-шешесіне пайдасы жоқ, не елге, қоғамға пайдасы жоқ. Жүр ма сондай жігіттер? Жүр ғой. Алла тағала ондай адам жек көреді дейді. Дені сау, бірақ ол не дүние таппайды, не құлшылық ғибадатын сауабын жинамайды да. Өйткені әрбір нығметтің несі бар? Шүкірі бар. Алла саған денсаулық берді ма? Сол денсаулықты жақсылық жолға жұмсауың керексің. Сол кезде сен ана денсаулықтың сұрауынан құтыласың ертең. Не істедің сен деген кезде құтыласың да. Міне, жақсылық жолдарға жұмсадым деп. Алла саған ақыл берді ма? Сондай алғырсың ба, зерексің ба? Соны жақсылыққа пайдаланбасаң, одан да сұраласың. Мал берді ма? Жақсылыққа пайдаланбасаң, одан да сұраласың. Шүкірі өтелмеген болып есептеледі. Тағы бір осы жастарға байланысты айтылатын хадис. Осымен жастардың темасын бітіреміз қазір. Әр нәрсеге ұрына бермеу керек. Әсіресе жас кезінде адам сонымен құртып алады уақытын. Пайдасы бір нәрсеге анау айтты екен, мақтады екен деп соған кетіп қалады қаншама уақыты. Ой, тағы бір нәрсені көреді, о, мынаны істейін деп соған кетіп қалады уақыты. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: егер бір нәрсені ойыңа алсаң, мен мынаны істейінші деп, фатадаббар ақибатаху дейді. Бұл істің соңы немен бітеді, соны ойлан дейді. Ал жарайды, мен істедім. Ал жарайды, онымен бір жыл айналыстым. Не болады сосын? Мен одан не пайда, не зиян көремін? Соны ойла дейді. Пайдасы жоқ па, таста? Пайдасы бар ма? Ертең болашағыңа керек па? Онда соны істе дейді. Осы екі нәрсені, екі қасиет бар дейді. Алла тағала жақсы көреді екен. Бірде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір сахаба айтады: сенің бойыңда екі сипат бар дейді, екі қасиет бар. Алла тағала соны жақсы көреді дейді. Сонда қай қасиет ол Алланың елшісі деген кезде, біріншісі байыптылық. Байыптылық дегенде бұл жерде хилм деп келеді. Ол әрбір істің ақырын ойлау. Бір нәрсе істейін деп жатқан кезде ол ойланады да. Так, бұдан маған не пайда? Не керек бұл маған? Бұл не істеймін мен? Бұдан не алам, не көрем, не жақсылық көрем мен бұдан? Деген ойлайды да ол. Екіншісі табандылық дейді. Істеген ісінде соңына дейін тұрады. Осы екі нәрсені Алла тағала сенің бойыңнан жақсы көреді деген кезде сахаба сұрайды: бұл екі қасиетті маған Алла берді ма? Жоқ, әлде мен өзім таптым ба? Кейбір нәрселер туа бітеді ғой адамға. Кейбір адам байсал, сабырлы, сондай сөйлемейді, жұмсақ, ол туғаннан беріледі да. Кейбір нәрселер үйренеді. Бұл қайсысы деген кезде Алла тағала саған бойыңа бітірген, әкеңнен, атаңнан қанымен келген нәрсе бітті ғой.
Сонда ана сахаба не дейді? Алла тағала менің бойыма өзі жақсы көретін қасиетті сіңіргеніне шүкір дейді. Альхамдулилля дейді. Міне осы нәрсе жастарға өте керек, өйткені көбісі болмайтын бір нәрселерге жылдарын кетіріп алады. Жылдарын кетіріп алады. Осының соңын қуып жүре беріппін ғой деп ше. Сондықтан ойлану керек, алдын ала анализ жасау керек. Енді жаңағы жігіттер үңгірге кірді. Сөйтіп Алла тағаладан не сұрады? Рахым сұрады. Бізге рахымыңды төк деді. Әйтпесе мына патша бәрін қудалап, өлтіріп, қалдырмай жатыр. Бізді өзің рахымыңа ал деп дұға жазады. Алла тағала оның рахымына алды ғой. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Біз олардың жүректерін байладық дейді Алла тағала. Қай кезде олар тұрып, ана патшаға қарсы тұрып, Раббымыз аспандардың, жердің Раббысы, яғни жаратушысы, біз одан басқа ешкімді құдай тұтпаймыз. Егер өйтетін болсақ, онда шатасқан, адасқан боламыз деп айтты. Ол жігіттердің тағы бір сипатын көрсетіп жатыр да. Жалғанға қарсы тұра алу деген нәрсе. Қауыму деген бұл жерде муаджаха. Бір нәрсеге қарсы тұрып сөз айту. Сен өзің сеніп тұрсың ғой, соны ақиқат деп қабылдап тұрсың ғой. Сол нәрсеңде тұру осы жағын көрсетіп жатыр. Жарайды, біздің кезде қазір ешкім сені ұстап алып мұсылмансың ба, кімсің деп қудалап неғып жатқан жоқ қой. Бірақ сенің нәпсің бар, шайтаның бар, дүние бар, азғыратын нәрселер бар. Сен соларға қарсы тұра аласың ба? Мен Раббым үшін тұрамын деп. Ұйқы бар қысып бара жатқан түнімен, қызылда жасыл жан-жақтан жалт-жұлт өтіп, арбап атқан дүние бар. Көп қой. Жас адамда, оның үстіне бойдағы адамда шахауаты қозып тұр. Небір нәрселер бар, шайтан небір нәрсені ойға салып жатыр. Соның бәрі күрестен тұрады да. Күрес, ана жігіттердің бойындағы күресті мысалға келтіріп тұр Алла тағала бұл жерде. Хаулаи қаумун аттахазу мин дунихи алиха. Мына қауымымыз, еліміз Алладан басқаны құдай тұтып жатыр. Лаула я'туна алейхим бисултанин баййин. Оларға ешқандай анық, айқын дәлел келмесе де, өткен жолы бастағы аяттарда айттық, олар әкелері де, өздері де ол туралы ешқандай білім білмейді. Енді біз айтсақ кітаптан айтып жатырмыз, айтсақ естіген уахида айтып жатырмыз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан. Оларда ондай еш нәрсе жоқ. Фаман алламу мимман ифтара алаллахи кадиба. Аллаға өтірік жала жапқаннан адам асқан залым адам бар ма дейді. Ең залым адам, біреуге жала жабарсың, біреудің атынан жаңа өтірік айтарсың. Бірақ Аллаға жала жапқан адамнан асқан өтірікші, одан асқан залым бар ма дейді. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Олар аналардан бөлінді ғой, болды. Біз бұларға бағынбаймыз, бұларға қарсы тұрамыз деді, бірақ дінді сақтау үшін біз үңгірге тығылайық деп келді ғой. Сол кезде өзара бір-бірлеріне айтты дейді. Раббыларың сендерге өзінің мейірімінен жаудырар және мына істеріңді жеңілдетер. Мирфақ деген шынтақтың астына қоятын көпшік қой, жастық. Мына қиын ауыр істеріңді жұмсақ қылып жеңілдетер деген нәрсе болды араларында. Енді қараңыз, бұл жерде имам Шаурауидің бір сөзі бар. Кахф деген нәрсе үңгірге тығылып жасырынып тұр ғой. Адамның да сондай кездері болады, мұсылманның да, тіпті намаз оқып жүрген мұсылман қоғамда өмір сүріп жүрген адамның да сондай кезеңдері болады. Жан-жақтан әсіресе қарындастарымыз енді орамал тағып, сондай нәрселер болып жатқан кезде әке шешесінен бастап туған туысқандардың бәріне дейді, оны табалайды. Араб болып кеттің ба, анандай ма, мынандай ма, не мынау тұмшалан, бәле, не үш түрлі сөздерді ести ма? Естиді. Сондай кезде оған не керек болады? Тығылатын үңгір керек болады да. Ол үңгір сенің намазыңда, сәждеде жатасың да, өзің үңгіріңде сол. Алладан мейірім тілейсің, рахым тілейсің. Я болмаса ол ер жігіттің басында да неше түрлі нәрселер жан-жақтан сондай дәл сенің иманыңа қатысты, дініңе қатысты сондай мәселелер болып жатқан кезде сенің үңгірің. Бұл жерде олар Алладан пана тілеп тұр ғой. Алладан пана тілеп тұр ғой. Ол ондай кафтар
алла тағаланы кішкентай үңгірдің ішін оларға кең етті ма, сенің қысылған кеудеңді де алладан пана тілесең кеңейтеді дейді. Кейде сондай кездер болады, адам жан жақтан дін иман мәселесінде қысым көрген кезде ондай уақытта екі нәрсе бар. Құранда алла тағала үйретеді. Әсіресе жаңағы жүрегі нәзік, көңілі нәзік қыз балалар ғой. Жаңағыдай сөздерді естіп жатқан кезде ол тығылатын жер таппай жатады ғой. Бұндай уақытта Құрандағы екі мысал. Біріншісі Мариям, Исаның анасы, алейхиссалам. Соның басынан өткен оқиға. Исаға жүкті болады ғой, алейхиссалам. Сол кезде білет, тұрмысқа шықпаған, Алланың құдіретімен пайғамбарға жүкті болып, қауымына келген кезде не деп айтады барлығы? Ей, сенің жаңағы әкең де жаман адам емес еді, шешең де ондай жүргіштігі жоқ еді, сен мына қайдан алып келдің мына бәлені деген кезде Алла тағала оған не деп уақи етеді? Мен ораза ұстадым. Ораза дегенде ол жердегі мағынасы тыйылдым, ешкіммен сөйлеспеймін деп айтты дейді. Жаңағындай жан жақтан атака болып жатқан кезде үндемейсің, болды. Сөйлемейсің, ешкімге өкінбейсің. Болды. Енді бірақ сөйлемегеніме сен ішің кернеп бара жатыр ғой. Қатты қиналып жатсың ғой, ішіңді кеудеңді қысып жатыр ғой, ананың бәрі әсер етіп жатыр ғой. Оны қалай кетіремін деген кезде екінші жолын ұсынады Алла тағала Құранда. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады. Біз сенің аналардың айтып жатқан сөздеріне кеудеңнің қысылып жатқанын білеміз. Соған сен қатты қиналып жатқаныңды білеміз. Айтты ғой небір сөздер жала жапты, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. Раббыңа тасбих айтта, сәжделер жаса. Намаз оқы. Бірінші үндемей көтеріп жүрдің, көтере алмай бара жатсың ба, ішіңді қысып жатыр ма? Субханаллах, субханаллах, Алланы пәктеу. Тасбихты көп айтасың. Сосын жаңағы өзің үңгіріңе тығылып намазыңды оқисың. Ол ана нәрсені кетіреді. Өйткені қанша дегенмен сен дұрыс тура жолда жүрсің, иманыңды сақтап жатсың. Оны айтып жатқан адам қателесіп жатыр. Тіпті ол мүлдем дінге қарсы дұшпан біреу болсын. Бірақ бәрібір әсер етіп жатыр ғой. Сен одан кейбір денсаулығыңа да проблема болуы мүмкін ғой. Денсаулығыңды құртуы мүмкін, стресске түсіп кетуі мүмкін мысалы. Содан құтқаратын ол Алла тағала айтылған тәсбих. Субханаллах, субханаллах 100, 300, 500 мың рет айтқан мысалы. Ана келіп кірлеткен нәрселерді тазартады Алла тағала. Пәк деген. Несі ол? Тасбих. Енді жаңа біз айттық, басында Алла тағала жалпылама бір шолды, одан кейін ары қарай бүге-шүгесіне шейін қиссаны баяндады деп, енді тағы да бір ары қарай тереңірек айтылады, оны Алла қаласа келесі дәрістерімізде тоқталамыз. Жаңағы ғажайып тұрсың деген мағынамен басталды ғой аяттар. Алланың құдіретінің ғажайып белгілерін тағы да көрсететін аяттар бар алда. Оны Алла қаласа алдыңғы сабақта айтатын боламыз. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah razı olsun.